бір емес бірнеше рет менің артымнан Еркеш әңгіме айтып жүргенін мен естіп жүрмін. Кімге айтып жүр? Қатысушыларға. Қатысушыларға не деп айтып жүр? Соның кеше Мариям өзі айтсыншы. Кеше айта кетейінші, біз негізі Нұрсұлтанмен жолыққан болатынбыз. Сол кезде Еркеш кіріп келді. И кішкене әңгіме айтып отырдық та, бір кезде өзіне өзі бастады да, Аруна мен Аиданы салыстырып. Мен қуанам Аиданы таңдағаныма деген сияқты. И Алишер по-любому Арунаның мінезіне шыдай алмайды, көресің ғой, осыдан тастап кетеді дегенде қылып әңгіме айтып отырды. Зачем ол әңгімен керек емес дедім. Ешкім салыстырмай ақ қой, керісінше қуанады Алишер Арунаны таңдағанына дедім. Ол мақұл ғой, одан кейін тұрады да, сені білесің ба, Аруна жамандап жүр, сен оған сенбе, ол сенің бартеріңді, сенің типа ақшаңды қолданып жүр. Менімен жүргенде де типа шиковать етіп жүр ғой. Бірақ оның ондай өзі болса, оның ондай ақшасы жоқ деген сияқты қылып жамандап жатыр да. Мен айттым да, Аруна туралы айтпай ақ қой десем, и маған айтады. Сен типа сені жамандаған адамды неғып жамандап типа қорғап жатсың дейді. Өткен мен подругам маған не қылмай ақ қой олай. Сіз соны Арунаға айтып бардыңыз? Арунаға айттым, сен туралы осылай Жоқ, Баласа ханым, бұл ше бірінші рет естіп жатқан жоқпын. Мен ел алдында бұл жұптарға мен бақыт тілеген адамын, білесіздер. Мен одан кейін менің шаруам жоқ, шынын айтайын. Білмеймін, бірақ осы әңгіме маған бір рет жетсе мен мақұл дер едім. Айналысатын басқа тірлігің жоқ па, Еркеш? Жоқ, енді мен жауап берейін, мақұл, маған тиістіріп айтып жатсыңдар ғой. Итке тамақ берген адам құсап әңгімеңді айтпай қой, ол жерде счетты бәріміз бөліп тұрып төлегенбіз. Мына жерде сен төлемегенсің, тыңда, мына жерде андай нәрседе, как будто бір маған күнде тамағын алып беріп жүрген адам құсап айтады. Еркеш, Ақмарал, мен қызықтырмай кімнің қарызын төлегені, төлемегені. Не үшін қарызы? Кімге қарыз екен? Айтып отырмын. Бұл жерде мәселе екінші Ақмаралдың кімнің мәселесі емес. Жоқ, мен мойындаймын, мен жігітпін да, Маликомен отырған кезде ондай тема болған рас ше. Ақмаралмен отырғанда ол кезде ондай тема болған жоқ. Болса болды деп айтам. Баласа ханым, осы жерде мен айта кетейінші. Аида, жалпы былай ғой, сендер неғса қатысушылар бір-бірлеріңмен бір жерге барып отырмай ақ қойыңдаршы. Бір емес, екі емес, уже қаншама рет та бір жерде отырып атта бір-бірінің артын айтады отырады. Қатысушылар. Біз сөйлеп жатырмыз да мұнда. қатысушылар, немесе тыныш осы жерде тыңдайсыздар, микрофонға айтатын кездеріңізді айтасыздар. Ақмарал!